Қайырлы күн көрермендерім, ауызашарға өте керемет ерекше ыстық тағам жаппасай бірге дайындайтын боламыз. Бір жерлерде шым-шыма деп те айтып жатады, олай болса видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл жерде мен 4 адамға арналған рецепт бойынша дайындаймын. Өздеріңіз адам санына қарай көбейтсеңіздер болады. Алдымен 350 грамм ұнымызды елегіштен өткізіп елеп аламыз. Бөлме температурасында 150 грамм суға жарты шай қасық тұз салып, әбден араластырып, үстіне 1 ас қасық сұйық май құйып, араластырып, ұнымыздың үстіне құйып, орташа қаттылықта қамыр илейміз. Құрметті көрермендерім, каналымда жаңадан шығып отыратын видеоларды жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Қамырдың дұрыс иленгендігін жалпы білу үшін илеп жатқан ыдысымыздың жан-жағында ұнның немесе қамырдың қалдықтары қалмау керек, яғни барлығы толығымен жабысып илену керек. Бұл біздің қамырдың, яғни дұрыс иленгендігі. Иленген қамырымызды пищевая пленкаға немесе салафанға салып 10 минутқа тындырамыз. Енді дайындап қойған көкөністермен етімізді турауға кірісеміз. Етімізді тура видеодағыдай бірінші ұзыншалап, одан кейін 4 бұрыштап барлығын кесіп аламыз. Бұл жерде менде сиырдың 450 грамдай төс еттері, екі дана сәбізімізді де алдымен ұзыншалап, кейін 4 бұрыштап кесіп аламыз. Менде майдалап кестім. 3-4 дана картопымызды да тура солай 4 бұрыштап турап аламыз. Аса қатты майдалап жібермеңіздер, себебі ол езіліп кетуі мүмкін. Енді тәтті бұрыштарымызды да 4 бұрыштап кесіп аламыз. Қаласаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Менде мұздатқышта алдын ала қатырылған бұрыштар. 1 дана пиязымызды да майдалап 4 бұрыштап барлығын кесіп аламыз. Осы кезде тындырып қойған қамырымызды тағы да бір қайтара илеп жібереміз. Май құйылған қызып тұрған қазанымызға туралған етімізді салып араластырамыз. Етіміздің өзінің сөлі тартылғанша қуырып аламыз. Жалпы жаппасайға сиырдың етінің ең жұмсақ жері алынады. Егер етіңіз тез піспейді десеңіз, онда үстіне 1 стакандай су құйып, жарты сағатта етімізді пісіріп қайнатып аламыз. Енді сарымсағымызды ұсақтап турап аламыз. Етіміз жақсылап қуырылды, үстіне су құйып, міне мен жарты сағаттай қайнаттым. Етіміздің суы тартылып қуырылғаннан кейін үстіне туралған пиязымызды салып араластырамыз. Сарымсағымызды қосып араластырамыз. Бір ас қасық томат пастасын қосып, тағы да араластырып 5 минуттай қуырып аламыз. Қуырылған пиязымыздың үстіне туралған сәбіздерімізді қосып араластырамыз. Дәміне қарай бұрыш және тұз қосамыз. Туралған картопымызды салып араластырамыз. Туралған тәтті бұрыштарымызды қосып, тағы да араластырамыз. Менде бұл бұрыштарды салу кезі видеоға түспей қалған, сол себеп сіздер ұмытпай салыңыздар. Барлығын кішкене қуырғаннан кейін үстіне, яғни қайнаған суымызды құямыз.
Суымыз картоптың бетінен бір елі ғана асып тұру керек, және орташа отта барлығын қайнатамыз. Ішіне 2 лавр жапырағын салуды ұмытпаңыздар. Енді қамырын жаюға кірісеміз. Алдымен қамырымызды осылай қолыңыздың көмегімен басып, кішкене жайып аламыз. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай жасасаңыздар болады. Сонда тез жайылатын болады. Қамырды жайғанда оқтаудың тек қана 2 шетінен ғана ұстап отырып жаясыз, сол кезде сіздің қамырыңыз, жаймаңыз тегіс болып жайылып шығады. Тура мантының жаймасындай етіп жайып алғаннан кейін, яғни майлап шығамыз. Кесачканың немесе қолдың көмегімен осылай барлығын майлап, оқтауға орап кесеміз. Енді тұздығымыздың астын басып, отын үстіне жаңағы кесіп алған қамырларымызды осылай шет-шетінен жайып үстіне салып шығамыз. Немесе қамырыңыз осы тура майланған күйінде мантоваркаға де пісіруге болады. Мен осылай тұздықтың үстіне салып, бұда пісіруді жөн көрдім. Видеодағыдай барлығын жеке-жеке алып жайып үстіне салып шығамыз. Ешқандай да қорықпаңыздар, олар бір-біріне жабыспайды, себебі арасы майланған. Енді астын басып, жай отта пісіріп аламыз. Міне біздің ыстық тағамымыз жаппасай дайын болды. 40 минутта пісіп шықты. Осылай шет-шетінен жеке-жеке қамырын алып, орап, табаққа орналастырамыз. Әдемі етіп, ешқандай да жабыспаған, өте керемет болып пісті. Піскен қамырларын осылай әдемі етіп орап табаққа салып шықтым. Енді тұздықтарын бір араластырып жіберіп, ортасына ғана салып шығамыз. Және қалауыңызша бетіне пияз салып, көк шөп салып ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді тамақ. Қонақтарыңызға да барлығына да ұнайды. Ауызашар дастарханына міндетті түрде осы тамақты ұсынсаңыз болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.